Ақмола өңіріндегі әр 5-ші әкімшілікте жер дауына қатысты қозғалып отыр. Шағымдардың тек 57% ғана қанағаттандырылады. Себебі олардың көбі негізсіз туындаған. Семинарда жер дауларының басты мәселелері талқыланып, сот жүйесінің ерекше назар аударуға тиіс тұстар айқындалды. Семинарға Астана қаласының, Павлодар, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарының өкілдері жиналған. Сот жүйесінің мамандары жер дауына қатысты мәселелерді талқылады. Бұл салаға қатысты халықтың шағымы жыл санап артып келеді. Сот төрағалары аталған мәселелерді электрондық база құру арқылы шешуге болатынын айтып отыр. Почему у нас споры возникают? Потому что у нас до сих пор... Бұл мәселеге қатысты даулар әлі күнге дейін учаскелердің үйлестірілмегендігінен туындап отыр. Олар мемлекеттік базаға енгізілмеген. Сондықтан біз бірнеше жер пайдаланушыларға бір учаскені бөліп отырмыз. Осы жағдайдың алдын алу үшін мәселені талқылап, жақын уақытта бір шешімге келеміз. Осының арқасында мұндай құқық бұзушылықтардың алдын аламыз. Ол үшін жер учаскелерін бөлуді электронды база арқылы жүзеге асыру қажет. Қазақстандық судьялардан бөлек семинарға халықаралық сарапшылар да қатысты. Әзербайжан Республикасының судьясы мен Германия қоғамның халықаралық ынтымақтастық жөніндегі өкілі даулы мәселелерде тәжірибе алмасудың маңыздылығын атап өтті. Данного рода мероприятия мы... Мұндай іс-шараларды бірнеше рет ұйымдастырдық. Тәжірибе алмасу Қазақстан үшін, барлық өңір үшін өте маңызды. Сот ісін жүргізу рәсімі құқықтық мемлекеттік қалануы кезінде, сонымен қатар елдегі экономика мен экономикалық саланы дамытуда негізгі бағыттардың бірі. Сондықтан мен үшін Қазақстандағы әкімшілік құқықтық саланың қалай дамып жатқанын бақылау өте қызық. Сондай-ақ, бұл саладағы белгілі бір жетістіктер мені қуантып отыр. Диалог алаңы нәтижелі өтті. Отырыста нысандарды салу кезінде жерді пайдаланушылардың құқығы бұзылған жағдайда мемлекет бұл мәселеге қатысты жауапкершілік танытатыны жөнінде айтылды. Сондай-ақ әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің қағидаттарын қолдану тәртібі де атап өтілді. Анар Рахымжан, Айгерім Бегенова, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.